Аса қадірменді Дүйсенбаева Жанбибі апай, Ыршын апай, және жан-жақтан келген үлкенді кішілі ұстаздар, бүгінгі мына курста өлкетану тақырыбында мектептік бағдарламада оқушыларға оны жеткізу, түсіндіру мақсатында болып жатқан курстың аясында біз көптеген құндылықтарға көз жеткіздік. Осы орайда мына Әбіш Кекілбаевтың бір сөзі ойыма келеді. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды деген демекші. Мен осы жерде әсіресе мына Дүйсенбаева Жанбибі апайдың бойындағы барлық қасиеттерін бағалай отырып, және оның бойындағы құндылықтарын өз бойыма сіңіре алдым деп қуанышты түрде жеткіземін. Және де осы ораза айында келген курстың бір қасиеті деп те есептеймін. Осы орайда адамдардың барлығының пиғылы да, адамгершілік қасиеттері де маған өте жақсы рух берді. Мен осы курсты оқи отырып, жалпы курстың негізгі мақсаты барлық пәндерге осы өлкетану бағытын кіріктірілген мақсатта білім саласында енгізілген болатын. Бұл көбінесе жаңағы әр тоқсанның соңғы тақырыбының 20 минуттық уақытында ғана осы өлкетану туралы біз оқушыларға жан-жақты білім беруіміз керекпіз. Бұрын-соңды біз осы өлкетану туралы білеміз де, бірақ не айтатынымызды, не айтып үйретуіміз керектігін жете білмейтін едік. Осы курсқа келе отырып, мен осы мына Ыршын апайдың ұйымдастыруымен, Жанбибі апайдың ұйымдастыруымен, белгілі ғұламалармен, соның ішіндегі Әбіш Кекілбаевпен, Қарама атаның басына барып, атаның қасиеттері, одан қалды кешегі күйші, сазгер Самалайдың, және өзімнің атам Шамығұлдың өмірлеріне тоқталып, бұлар туралы көптеген заттарды, көптеген дүниелерді түсініп, өзіме рухани азық алдым. Бұндағы негізгі мақсатым жалпы осы өлкеміздегі осындай ғұлама тұлғалардың бар екендігін бірі білсе, бірі білмейді. Сол адамдар туралы жан-жақты өз білімімді шыңдап, және келер ұрпаққа мұны жеткізе білсем деген мақсатпен алған дәріске өзімнің шын көңілім толды. Бұрын-соңды болған курстардың айырмашылығы бұл жерде әр күніміз өзінше бір мәнді болып өтті. Онда мен келгенде, мысалы, үйімдегі жағдайларға қарамай, мен осы курсқа барынша ынталанып келемін. Келгенде өзіме не күтем өзіме, соны алып, рақаттанып бір сезіммен үйге барып демаламын.